Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Достар, бүгінгі видеоны мен Америкадағы актуалды вакансияларға, яғни бүгіннен бастап жұмысқа орналасуға болатын солар жөнінде айтпақшымын. Менде қазіргі таңда 100-ге жуық вакансиялар бар, қолыма алдым. Солардың ішінде мүмкіндігінше барлығын немесе мүмкіндігім келгенше осы видеода біразын айтып шығамын вакансияларында. Егер де сіз Америкада жүрген болатын болсаңыз, мен WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Мен сіздерге жіберемін. Жұмыс берушілермен хабарласып, жұмысыңызды ауыстырсаңыз, немесе орналассаңыздар болады. Егер де сіз Қазақстанда жүрген болатын болсаңыз, және де осы жұмысты, мен айтылған жұмыстарды Қазақстанда істеп жүрген болатын болсаңыз, жалпылама жалақыны салыстырып көрсеңіз болады. Америкада қанша алады және Қазақстанда қанша алады. Осы жұмыстарда Америкаға келіп сіздер істей аласыздар, және де көзделген жалақыны ала аласыздар. Егер де сіздерге виза қажет болатын болса, онда визаңызды да рәсімдеуге көмектесемін. Ал кеттік ендеше вакансияларды астынан бастап мен бастаймын, ал мындағы жерге вакансиялардың атауын жазып отырамын. Бізде бірінші вакансия мастер по наращиванию ресниц, срочно дейді, обязательно с опытом дейді, своевременно оплата дейді. Бұл жұмыс бізде Нью-Йоркта, Шипсхед-Бэй, Бруклинда. Жалақысы аптасына от $1,500 дейді. $1,500 осыдан басталады екен. Аптасына 5 күн, 2 күн демалыс дейді. Осылай. Келесі жұмыс бізде ищем водителей на открытую тройку, берем без опыта дейді. Зарплата аптасына $3,500 дейді. $2,500-$3,500 дейді. Сағатына байланысты екен. Базалары жұмыс беретін жер күніге бар қатынау керек болады. Ол Нью-Джерсиде орналасқан. Осылай. Келесі жұмыс колорист, стилист с опытом в наш салон дейді. Работа с париками дейді. Париктермен бірге дейді. Опыт болу керек дейді. Әйел кісіні іздеп жатыр екен, 45 жасқа дейін дейді. Жалақысы аптасына $2,200. Келесі жұмыс бізде ассистент воспитателя дейді, с опытом в детский сад. Бұл жұмыс бізде Бруклинда орналасқан, 25-45 жастың аралығындағы адамды жұмысқа іздеп жатыр. Английский, русский дейді. Білу керек дейді осындай. Жалақы $1,700 аптасына. Келесі жұмыс бізде опытный барбер дейді. Тоже Бруклин, Нью-Йоркта. Конкурентоспособна заработная плата дейді. Осындай. Гибкий работа, дружелюбная команда дейді. Аптасына $2,500. Осындай. Келесі работа в Нью-Джерси дейді. Автомеханик и кузовщик с опытом дейді. В кузовной цех дейді. Осындай. Нью-Джерсиде, Принстонда орналасқан, аптасына $2,700 төлейді екен. Жұмыс опыты кем дегенде 5 жыл болсын дейді. Осындай. Келесі жұмыс бізде специалист по инвентаризации со знанием английского дейді. Мы ищем заботливого активного помощника. Осындай, Нью-Йоркта. Сосын округ Саффолк, Лонг-Айлендте орналасқан екен. Жалақысы аптасына $2,000 басталады дейді. Келесі жұмыс бізде сборщик на склад, хорошая оплата плюс овертайм дейді. Аптасына $1,200 басталады дейді. Обязанностьқа кіреді сборка заказов, подготовка к отгрузке дейді. Осындай. Плюс овертайм төлейміз дейді. Осындай. Овертайм деген, яғни аптасына 40 сағаттан аса жұмыс жасайтын болса, әрбір сағатқа 1,5 есе көп төлейді. Келесі бізде Бруклинда, Нью-Йоркта тоже жұмыс, строительная компания с опытом работы на разные позиции дейді. Наличие водительских прав инструмента будет огромным плюсом дейді осындай. Аптасына жалақы $2,500. Өте жақсы екен. Келесі жұмыс бізде менеджер по продажам, активные продажи, строительная ремонтная компания дейді. Бұл жұмыс Питтсбургте орналасқан. Осындай. Неограниченный доход, большая заработная плата дейді. И плюс комиссионный дейді. Аптасына жалақы $2,500 басталады. Бұл да. Келесі жұмыс бізде Нью-Йоркта, Манхэттенде орналасқан опытный парикмахер в район Сохо на
Манхэттене дейді. В салон красоты в центре Манхэттена требуется девушка-парикмахер по мужским и женским стрижкам дейді. Осындай лицензия жоқ болатын болса, лицензияны алуға көмектесеміз дейді. Және обучать етеміз дейді. Жалақы аптасына $2,500 басталады. Бұл да үшінші жұмыс уже 2,5. Келесі жұмыс бізде мастера маникюра дейді, с опытом работы от 2 лет дейді. Требование умения делать комби или аппаратный маникюр без порезов и аккуратное покрытие скоростью до 2 часов дейді. Педикюр и дизайном научим дейді, при необходимости дейді. Зарплата $1,500 аптасына басталады. Келесі жұмыс бізде подработка за 3 часа $150 дейді. Вам нужно протестировать смарт-устройство дейді. Тестирование браслета дейді. Осындай. Продолжительность 3 часа. Оплата $150 төлейміз дейді. Осындай. Бұл жұмыс бізде Нью-Йоркта орналасқан. Келесі жұмыс. Sales person and the customer services дейді. Insurance office дейді. Обучаем дейді. Аптасына 5 күн. Сататын менеджер керек дейді. И клиент customer service клиенттермен сервис көрсету дейді осындай. Insurance office, яғни страховой компания дейді. Аптасына $2,000 дейді. Жұмыс осындай. Вакансия медицинского ассистента. Приглашаем в наш медицинский офис на Брайтон-Бич-Эвеню дейді. Опытного медицинского ассистента дейді. Базовые знания английского дейді и русского языка дейді. График работы понедельник-пятница, аптасына 40 сағат. Зарплата $1,800 дейді. Медицина саласында не үшін төмен екендігін түсінбедім. Хотя medical assistance деген ең көп жалақы төлену керек. Поэтому бұл нәрсені кейін уточнить етіп көресіздер. Сотрудники по монтажу и наладке систем видеонаблюдения, контроля доступа и другого дейді. Видеонаблюдение қоятын сондай агентство екен. Осындай наличие документов не обязательно дейді. Минимальный опыт работы дейді. Обучаем дейді. Зарплата $2,500 аптасына. Өте жақсы. Келесі тағы да жұмыс, бірақ Staten Island деген, Nail Squad деген жерде орналасқан. Мастер маникюра дейді. Мы ищем мастера маникюра в новый салон дейді, где уже имеется дружный коллектив и адекватные владельцы дейді. Находимся в Staten Island дейді. График работы дейді, клиенты, удобное место расположения дейді. Осындай. Зарплата обсуждать етеміз дейді. Хабарласып білесіздер қанша төлейтіндігін. Дилерский центр Gulf Beach Auto Incorporated ищет работников в сфере авторемонта дейді. Авторемонт жасайтын осындай келер дейді. Келесі специальностьтер бойынша керек дейді. Маляр, жестянщик, механик, арматурщик, подготовщик, автомойщик дейді осындай. Зарплата аптасына $1,800 басталады. Келесі жұмыс бізде. Ищем водителей на открытую тройку, берем без опыта работы, зарплата $2200-$3500 в неделю дейді. Осындай дейді. Жұмыс Нью-Джерсиде орналасқан, осындай дейді. Бұл зарплата хабарласып жатыр екен. Міне осындай, бұл жұмыстардың барлығы менде бүгінгі жұмыстар. Міне осындай бізде жүздеген жұмыстар бар. Бұл бізде Нью-Йоркта. Давайте келесі қызық болу үшін біз Лос-Анджелес, Калифорния штатынан жұмыстарды көрейік. Осындай. Так, химчистка автомобилей дейді. Бұл жұмыстардың бәрі Лос-Анджелесте. Химчистка автомобилей. Ищем девушку на уборку, химчистку автомобилей на полную частичную работу дейді. Зарплата от $2200 в неделю дейді. Осындай дейді. Өте жақсы. Работа в районе Сан-Фернандо-Валле дейді. Так, келесі жұмыс бізде. Так, молодые, энергичные люди в кафе мороженого дейді. Обязанности предоставления безупречного обслуживания клиентов с улыбкой, профессионализм, дейді. Осындай дейді. Так, документтер қажеттілігі жоқ дейді. Плюс бонус дейді. Водительский права болатын болса, тоже плюс бонус дейді. Зарплата от $2000 в неделю. Өте жақсы жалақы.
Так, келесі жұмыс бізде выездной мойщик автомобилей с водительскими правами. Ищем человека на мойку авто дейді. Работа выездная дейді. Наличие драйвер лайсенс обязательно дейді. Бұл жұмысқа орналасу үшін сіздерде драйвер лайсенс болу керек. Зарплата по договорная дейді. Осындай. Келесі, компания по перевозке мебели требуются водители грузчики на бокс тракс, на локал, Лос-Анджелес и long distance по всей Америке дейді. Moving компанияға керек дейді. Требование дейді 30 лет и больше дейді. 30 жастан бастап жоғары болу керек дейді. Американский праваларыңызды жасатыңыздар дейді. Разрешение на работу плюс бонус дейді. Зарплата $25 в час дейді. И плюс 25% комиссионных от проданной упаковки дейді. Өте жақсы. Келесі жұмыс бізде. Требуется фотограф-продавец в ресторан. Опыт работы не обязателен дейді. Обучаем. Зарплата $16 в час плюс комиссия дейді. $16.50 в час дейді. Обязанностарына кіреді дейді. Цифровая фотосъемка дейді. Продажа фотопакетов. Оборудование предоставляется дейді. Работа гибкий дейді. Так, келесі жұмыс бізде. Требуются установщики корпусной мебели и плотники с опытом работы дейді. Зарплата от $1500 в неделю. Осындай. Обучаем дейді тоже. Келесі жұмыс бізде. Ищем ответственных смелых ребят для работы фотографом в ресторане дейді. Опыт работы не обязательно. Зарплата $30 в час дейді. В неделю 40 часов дейді. Платим овертайм дейді. Осындай. Овертайм деген нәрсе аптасына фотограф болып $30-дан 40 сағатқа төлейтін болса, 30-да 40-қа көбейтесіздер. Плюс еще 10 сағат, 15 сағат овертайм артығымен жұмыс жасайтын болсаңыздар, оған $45 сағатына төленеді. Осындай. Келесі жұмыс бізде. Описание вакансия. Компания Love is Wedding приглашает на работу фотограф-видеограф. Тағы да фотограф-видеограф дейді осындай. Зарплата $30-60 в час в зависимости от опыта и комплекта оборудования дейді. Осындай. Келесі. Ищем талантливого мастера маникюра, педикюра в нашу команду дейді. Локация Санта-Моника, Вест Холливуд дейді. Сондай. Требования, скорость, опыт наращивания в дизайнах. Работа в основном с американской аудиторией дейді. Зарплата $2000 в неделю плюс комиссионные дейді. Осындай. Гарантируем своевременную оплату, гибкий график и работу в дружном профессиональном коллективе дейді. Осындай. Медспа офис, доступны кабинеты в аренду. Бұл аренда уже реклама кетеді екен бізде. Стекольщик или строитель с опытом работы не менее 1 года дейді. Мы устанавливаем glass partition, storefronts, glass railings дейді. Так, glass деген шыны, айна сондай орнататын компания. Мен бұл жұмыстарды істемеген, поэтому что-то білмей жатырмын. Мүмкін сіздер істегенсіздер, Қазақстанда істеген болатын болсаңыздар көресіздер дейді. Английский, русский базовый болсын дейді. Американский драйвер лайсенс болса плюс бонус дейді. Разрешение на работу тоже плюс бонус дейді. Осындай. Оплата $25-35 в час. Минимум 40 часов в неделю и выше дейді. Платим овертайм дейді тоже. Кстати, Калифорния, Лос-Анджелес мен байқағам жақсы екен именно. Овертайм төлейтіндігі. Мастер маникюра, Secretive Nail Bar. Вы талантливы, креативны, вдохновлены миром красоты. Мы ищем вас дейді. Знание английского языка дейді. Опыт работы 2 жылдан бастап дейді. Разрешение на работу қажеттілік жоқ дейді. Кешпен төлейміз дейді. Зарплата $2000 басталады дейді. Аптасына 40 сағат дейді. Осындай. Так, бұл вакансияны уже оқыдым. 2-ші рет публиковать етіп жатыр екен бір күнде. Сотрудники на кондитерскую фабрику, помощник мастера на уборку дейді. Ищем сотрудников для работы в кондитерском производстве. График работы понедельник, пятница. Это хорошая зарплата дейді. Зарплатасын жазып апты. Локация Сан-Вэлли, Калифорния дейді. Осындай. Міне осындай достар, вакансиялардың тізімдері көп. Менде сонымен қатар вакансиялар бар қазір Нью-Джерсида және Бостонда.
сол себепті кімде-кімге осындай жұмыстар қажет бар болатын болса міндетті түрде хабарласыңыздар, мен сіздерге жіберемін, жұмыс берушілермен өздеріңіз сөйлесесіздер. Ал егер де дәл осы жұмыстарды Қазақстанда істеп жатқан болатын болсаңыздар, көріңіздер, жалақыны салыстырып, Америкада жалақыны апта сайын төлейді, немесе сағатына төлейді осындай. Сол себепті дәл осы жұмыстарды Америкада жұмыс жасау арқылы сіздер осындай жалақыны аласыздар. Сіздермен болған мен Сайлау Абди. Міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған мен Сайлау Абди.